Қымбатты балалар, өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен адамзаттың рухани мұрасы тарауы бойынша жұмысымызды одан ары жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы адамның рухани сұлулығы деп аталады. Жаңа сабақ материалдары сіздерге адамның рухани сұлулығы, оның парасаттылығын, әдептілігін, әділдігін, адалдығын, шыншылдығын, тіршілікке деген сүйіспеншілігін, ізгілігін, сезімнің сергектігін, биік талғамы мен еркіндік сезімін қамтитындығын түсуге көмектеседі. Өз бойларыңызда қарапайымдылық, бауырмалдық, әдептілік сияқты қасиеттерді қалыптастырасыздар. Осы орайда сабақтың дәйек сөзі ретінде алынған атақты педагог Василий Александрович Сухомлинскийдің рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар деген қанатты сөзіне назар аударайық. Мына сұрақтар төңірегінде ойымызды ортаға салайық. Сұлулық дегенді қалай түсінесіздер, балалар? Ал рухани сұлулық деген не? Сұлулық пен рухани сұлулықтың айырмасы бар ма? Жанның тазалығы мен сұлулықтың арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Балалар, сұлулық адам жанын марқайтатын, көзін қуантатын, тамсантатын, тәнті ететін, сүйіндіретін көрініс, қимыл әрекет, пішін немесе ойдың, қиялдың жемісі. Солардың ішіндегі ең кереметі адам, соның сұлулығы. Адамдағы басты сұлулық ішкі жан дүниесі, мінезі, қалыптасқан әдептілігі, басқа адамдарға деген адамгершілік қасиеттері арқылы қалыптасады. Адамның сыртқы сұлулығы, яғни оның сырт бейнесі, киген киімі, жүріс тұрысы, оның ішкі рухани сұлулығымен сәйкес келсе, нағыз сұлулық сол болмақ. Ал енді балалар, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, алтын жүрек сыйлығының иегері Мүслім Дайырбеков ағамыздың Егемен Қазақстан газетінде жарияланған «Даңқың дәуірлей берсін, Димаш» атты мақаласынан үзіндіге назар аударыңыздар. Қытай елінің үлкен сахнасында Димаш абай сөздерінен үзінді келтіріп сөйлегеннен кейін қытайлық жанкүйерлер «Абай деген кім? Ол қандай ғұлама?» деп сұрау салып қызығушылық танытқан. Абайдың шығармаларымен танысып, баспадан миллиондаған данамен кітап етіп шығарған. Оны сол елдің жұрты таласып, тармасып сатып алған. Осының өзі Димаш бойындағы ұлттық намыстың дәреже деңгейін тасытып жатқан жоқ па? Димаш Лондон сахнасында миллиардтаған жанкүйерлеріне қазақ домбырасының күмбірлеген даусының құдіретін танытты. Димаштың жүріс тұрысынан, сөйлеген сөзінен, сахнада айтқан әзіл қалжыңынан ешқандай жасандылық көрініп тұрған жоқ. Бәрі де шынайы еді. Димаш сұрақтарға қазақ тілінде жауап берді. Осы мысалдың өзі оның салтымызды қаншалықты құрметтейтінін, дәріптейтінін, тілімізді, ұлттық мәдениетімізді жоғары тұтып, жан дүниесімен құрметтейтінін, рухани жағынан бай адам екендігін көрсетіп тұр. Қалай балалар, сіздер автордың ойымен келісесіздер ме? Елімізге ғана емес, бүкіл әлемге сүйікті бола білген Димаштың жүзінен не себепті сұлулық нышаны білініп тұрды? Неліктен автор оны рухани бай, сұлу деп атайды? Димаш өзінің бойындағы қандай қасиеттер арқылы сұлулықты бейнелейді? Балалар, сұлулық сүйіспеншіліктің бір қыры. Ол тек нұрланған таза жүрекке ғана ашылады. Сұлулықты сезінуіміз үшін біз өзіміз ішкі үйлесімділікте болуымыз керек. Адамды сүйіспеншілік шабыттандырса, онда ол шынайы сұлулықтың жасаушысы бола алады. Енді балалар, жалғыз адамның әлемді өзгертуі мүмкін бе деген сұраққа қалай жауап беретіндеріңізді байқап көрелік. Әрине, жауаптар әртүрлі болуы мүмкін. Сіздерге белгілі журналист Марфуға Шапиянның Махатма Ганди туралы мақаласы бойынша ой пікірлеріңізді білдіруді ұсынамын. Мақалада өзінің биік парасатымен, адамгершілік ұстанымымен, жақсылық жолында адамзатты соңынан ерте білген Махатма Гандидің өмірімен өмірлік өнегесі баяндалады. Жібектей мінезімен, жұмсақ даусымен үнін әлемге естірте алған Махатманың үлкен күресі өзін жеңуден басталып еді. Ол барлық адамды дос тұтты.
өзі айтқан барлық адамдардың көз жасын құрғатсам деген арманы жолында аянбай еңбек етті. Және ол мақсатына, ұлтына бейбіт жолмен тәуелсіздік алып беріп, белгілі бір мөлшерде жетті де. Махатманың әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста деген сөзі бүгінде жиі айтылады. Өзін өзгертіп, сол арқылы әлемді өзгерткен адамды көргісі келген жан Гандиге қарасын, одан үлгі алсын. Назар аударыңыздар, мына сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер рухани сұлулықтың, парасаттылықтың маңыздылығын ұғынып, өз бойларыңызда қарапайымдылық, бауырмалдық, әдептілік секілді қасиеттерді дамытуға үйренесіздер. Ганди неліктен қиянат жасамау ұстанымын басшылыққа алды? Кешіре білу мықтыларға тән қасиет деген сөздің мәні неде? Гандидің соңынан миллиондаған адамдардың еруінің себебі неде деп ойлайсыздар? Адам бойындағы қандай құндылықтар мен қасиеттер оны шынайы жетістіктерге жеткізеді? Неліктен? Адамның шынайы сұлулығы неде? Күнделікті өмірде жұмсақ мінезімен және табанды ерік жігерімен үлгі болып жүрген қандай адамдарды білесіздер? Әңгімелеп беріңіздер. Сабағымыздың келесі кезеңінде шығармашылық жұмыстарды орындай отырып, тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Осылайша өз бойларыңыздағы құндылықтар мен адами қасиеттерді іс жүзінде көрсете алуға мүмкіндік аласыздар. Бірінші тапсырма бойынша сіздерге сөздер шоғырымен жұмыс жасау ұсынылады. Берілген сөздерді мағынасына қарай орнын тауып қойсаңыздар, ұлы Махатма Гандидің қанатты сөзін оқуға болады. Айтылған ойды одан әрі өрбітіп, бүгінгі өмірмен байланыстырыңыздар. Ал келесі шығармашылық жұмыс ұлы тұлғалардың қанатты сөздеріне арналады. Бұл тапсырманың мақсаты әртүрлі көзқарастарды салыстырып, ондағы ойлардың ұқсастығы мен айырмашылығын талдап, анықтап, өздеріңіздің жеке пікірлеріңізді бөлісуге болады. Әбу Насыр әл-Фараби: адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Ыбырай Алтынсарин: жақсы мінез бен ақыл күш біріксе, бұлар адамгершілік қасиеттер. Әлихан Бөкейханов: ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мұхтар Әуезов: жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі. Федор Достоевский: адам бойындағы бағалауға лайық қасиет ақыл емес, қайта сол ақылды басқаратын қасиеттер: мінез, жүрек, мейірімділік, таза ой. Шығармашылық жұмыстың келесі тапсырмасы бойынша Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» әңгімесін есімізге түсіріп, төменде берілген үзінді мазмұнындағы түйінді сұрақтарға жауап беру арқылы ойларыңызды қорытындылап жеткізулеріңіз қажет. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып шөп шалам түсіп, лай қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол үреуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын дегеніме деп ойлаймын. Адамның жан дүниесімен қаншалықты ұқсас? Адамның рухани кемелденуі мен бұлақтың арасында қандай байланыс бар? Соңғы тапсырмаға сәйкес сіздерге адамзат тарихындағы өздеріңіз үлгі тұтатын ұлы тұлғалардың өмір жолдары туралы, олардың қандай адамгершілік қасиеттері мен өмірлік ұстанымдарын жоғары бағалайтындарыңыз туралы айтып беру ұсынылады. Иә, балалар, сабағымызды қорытындылайтын уақытта келіп жетті. Оқулықта берілген жаңа ақпарат арқылы сіздер адам өміріндегі рухани сұлулықтың маңызы туралы түсініктеріңізді тереңдете түсесіздер. Енді осы ақпаратқа назар аударалық. Сұлу адам деп нағыз көркем мінез иесін айтады. Сұлулық бетте емес, жүректе, рухани сұлулықта. Рухани сұлулық парасаттылықты, әдептілікті, әділдікті, адалдықты, шыншылдықты, тіршілікке деген сүйіспеншілікті, ізгілікті, сезім сергектігін, биік талғамды, еркіндік сезімін қамтиды. Абай атамыз айтқандай, үш ақ нәрсе адамның қасиеті:
ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Сондықтан да көркем мінез, әдемі әдеп, нұрлы ақыл біздің ішкі дүниемізді әрлеп тұрса, адам ретіндегі қасиетіміз бен қадіріміздің артқаны. Сонымен, құрметті балалар, бүгін сіздер адамның рухани сұлулығы туралы тақырып бойынша ең негізгі, ең құнды деген мәліметтермен таныстыңыздар. Қосымша мәліметтерді өздеріңіздің мұғалімдеріңізден аласыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, мұғалімнен анықтап білуге болады. Жаңа материалдарды оқып үйренуде жетістіктер тілейміз жас достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.